19-шы есепке тоқталайық. Ұзындығы 80 метр цирк алаңынан 2 пони бір жарым минут деп отырғанымыз уақытпен секундқа айналдырып аламыз. Себебі мына жерде секунд деп тұр. 1,5 минутты секундқа айналдырсақ 90 секунд болады. Демек, жылдамдықты 90-ға көбейтсек, екінші понийдің жүрген жолының ұзындығы шығады. Яғни ол 80 метрге тең шеңберді неше рет айналды? Мынау n рет айналды деген сөз. Яғни v2 жылдамдықпен 90 секунд айналған кезде, 90 секундтан кейін кездесті ғой, 90 секундқа уақыт кеткен кезде 80 n рет қозғалады. 80 n-ге тең ұзындықты жүріп өтеді. Екінші, v1 деген, яғни бірінші пони 90 секундтың ішінде қанша жол жүреді? Ол жай келе тұр ғой. Демек, ол жүрген жолынан бір айналымға кем жүреді. Яғни 80 n минус 80 деген аралықты жүреді. Ондай болатын болса, біз енді осы екі жүйені, наште бізде v1 n, v1 n деген жүйені қолданамыз. Енді 80 n-ді 90-ға бөлсек, v2 шықпай ма? Ал екіншісінде 80 n минус 80-ді бөлеміз 90-ға. Көбейтіндіні керісінше орындаймыз. Сонда v1 мен v2-ні формуласын біліп алдық. Енді аламызда, бағанағы шығарған формуламыздың айырманы бірге тең деген формуладағы осыны түрлендіріп алайық. Түрлендірген кезде қалай болады? Екі ортақ бөлімге келтіреміз, v2-ні 80-ге береміз, v1-ді екінші бөлшекке береміз. Сонда бізде шығады 80 v2 минус 80 v1 тең v1 мен v2-ні бірге де береміз. Сонда бізде v1 мен v2-нің көбейтіндісіне тең болып шығады екен. Түрлендіріп көріңдер. Сосын енді ары қарай, енді мына жердегі v1 мен v2-нің орнына жаңағыларды қоямыз, тапқандарымызды. Мына жердегі 80 n бөлінген 90-ды v2-нің орнына қоямыз. 80 n минус 80 бөлінген 90 дегенді v1-нің орнына қоямыз. Тең v1 мен v2-нің көбейтіндісі, мына екеуінің көбейтіндісін жазамыз. Мына екеуінің көбейтіндісін әшке жазамыз. Ары қарай не істейміз енді? Әште 80-дердің барлығының алымында 80 бар екен. Алымында 80. Жақшаның сыртына 80-ді шығарсақ, онда және мына жерде тағы алдында көбейтілген 80 бар. Сонда 80-нің квадраты бар екен. Мынада да 80-нің квадраты бар. Жақшаның сыртына 80-ді шығарып, мына 80-ге көбейтсек 80-нің квадраты болады. Ары қарай келесісінде мына жерде де дәл сондай 80-нің квадраты бар. Сосын мына жақшаның сыртында n бар. Ішінде мына жерде 80-ді жақшаның сыртынан шығарған кезде n қалады мынаның орнында, мынаның орнында 1 қалады, n минус 1 болады. Мыняқта да дәл сондай. Енді 80-нің квадраты бүкіл алымында бар болғандықтан барлығын жақшаның сыртынан шығарып қысқартып жіберсек, мінекей. Жақшаның сыртынан шығардық. Ішінде не қалды? Бірінші бөлшектің n қалды, екінші бөлшектен n қалды, n минус 1 қалды. n минус 1-ді мына жерде азайту деп тұр. Минус n плюс 1 болып ауысып кетеді таңбасы минус болып, қарама қарсы таңбаға. Сонда
Енді мына теңдіктің екі жағында да 80-нің квадраты бар. Екеуін қысқартып жіберсек болады. Сосын мына шетте жасылмен көрсетілген n азайтылған n не болады? 0-ге тең болып қалады. Сонда бізде қалады 90 мен 90-ды да қысқартуға болады. Мына шетте бізде қараңдар, сол жағында бөлімдері бірдей болғандықтан бірақ 90-ды жазбаймыз ба? Ал оң жағында екеуін көбейтінсе 90-ның квадраты. Демек, бір 90-ды қысқартуымызға болады екі жағынан да. Сонда бізде оң жақта бір 90 қалып қояды екен, сол жақта тек қана бір ғана қалады екен. Қалған бәрі жойылып кетті. Мына 80 қысқарып кетті, n-нен азайтылып кетті, мына 90 қысқарып кетті. Сонда 1 бөлінген 1 тең 1 болып қалады екен. Енді біз мына шеттегі 90-ды сол 1-ге көбейткіш ретінде беретін болсақ, мына шеттен бізден 90 тең n көбейтілген n-1 болады. Жақшаны ашамыз, n квадрат минус n болады. Мынаны сол жаққа ауыстырамыз, немесе мынаны оң жаққа ауыстырамыз деп айтуға да болады. Сонда мынандай өрнек шығады жақшаларды ықшамдаған кезде. Енді жауабына қараймыз. n тең 10 шығады және n тең минус 9 шығады, дискриминантпен шығаратын болсақ. Енді n тең минус 9 болуы мүмкін бе? n дегеніміз не? n дегеніміз айналымдардың саны. Ал олар жүрген кезде теріс болмайды ғой, жүрген кезде. Бір айналсаң бір болады, кемінде бір болу керек. Сонда бізде айналмаса 0 болады деген сияқты. Енді n 10 дегенді аламыз. Енді апарып есептейміз да, бізге нені тап деді? Понилардың жылдамдықтарын тап деді. Жылдамдықтың формуласы мынау тұр. Осындағы n-нің орнына апарып жаңағы 10-ды апарып қоямыз. Сонда бізде шығады 80 көбейтілген 10 бөлінген 90. Мінекей орнына қойып есептедік. Бірінші понийдің жылдамдығы 8,9-дан 8 метр секунд болады екен. Екінші понийдің жылдамдығы 8 метр секунд болады екен. Енді келесі соңғы есеп қалды. Синус квадрат 2х минус өрнекті ықшамдауымыз керек. Минус 4 синус квадрат х бөлінген синус квадрат 2х плюс 4 синус квадрат х минус 4. Енді қараймыз. Мына жерде бізде квадрат бар. Квадратты жақшаның сыртына жазып қоюға болады мынадай қылып. Иә? Мына екеуінде, алымында да, бөлімінде де. Сонда бізде мына синус 2х-тің формуласымен ашатын болсақ, 2 синус х косинус х болмай ма? Осыны енді квадраты сыртында тұр. Сол кезде біз оны мына әрқайсысына көбейту дәреже түрінде жазамыз. 2-нің квадраты 4, синустың квадраты синус квадрат, косинустың квадраты косинус квадрат. Әрі қарай мынау да сондай. Сонда мынадай өрнек шығады екен. Әрі қарай енді біз мына екі қосылғышқа қараймыз. Жақшаның бөлшектің алымында 4 те бар, синус квадрат та бар. Не істеймін? Екеуінде жақшаның сыртынан шығарып жіберемін. Сонда бірінші қосылғыштың орнында косинус квадрат х қалады, екінші қосылғыштың орнында минус 1 қалады. Сонда бізде мынадай жақшаның ішінде қалады косинус квадрат минус 1 деген қалады екен. Ал бөліміне қараймыз. Мына жерде косинус квадрат деген тұр. Осы косинус квадраттан құтылып алайық. Қалай құтыламыз? 1 минус синус квадрат деп ауыстырып жіберсек болады. Себебі квадраттардың қосындысы 1-ге тең. Ондай болатын болса, жақшаны ашатын болсақ, мына 1-ге мынау 4 синус квадратымыз көбейтіледі. Одан кейін екіншісіне көбейтіледі, 4 дәреже болады. Одан кейін мынау жазамыз, сосын мына екеуін жазамыз. Барлығы 4 қосылғыш болды ма, қайсысы топталады? Мына синус квадраттар бірігеді. Сонда 8 синус квадрат болып кетеді мынау. Енді жақшаның сыртына минус 4-ті шығарып жіберсек, төртеуінде де 4-ке бөлініп тұр ғой, минус 4-ке. Минус 4-ке бөліп жіберсек, жақшаның сыртына шығарып. Сонда бізде синус 4 минус 2 синус квадрат х плюс 1. Ал бұл толық квадратты береді. Ненің толық квадраты? Синус квадрат минус 1-дің квадраты болып шығады екен. Мына жерде бізде қай жерден қалып қойды? Алымы. Мына жерде косинус квадрат минус 1 неге тең болды? Синус квадратқа тең болмай ма? Минусы бар, иә? Себебі 1-ден косинус квадрат алсаң, синус квадрат болады. Ал косинус квадраттан 1 алсаң, минус синус квадрат болады екен. Мына жерге минус қойып қоямыз. Сонда бізде минус 4 пен минус 4 мені қысқарайын деп тұр. Мына да минус 4 бар, мына да минус 4 бар, жақшаның сыртына шығарған. Екеуі қысқарады. Сонда бізде синустың 4 дәрежесі х алымында, бөлімінде синус квадрат минус 1-дің квадраты. Ал ол мына бөліміндегісі минус косинус квадратқа тең. Минус косинус квадраттың квадраты косинус 4 дәрежелі. Минустан құтыламыз квадраттағандықтан. Сонда синустың 4 дәрежесі бөлінген, косинустың 4 дәрежесі х бөлінгенде тангенстің 4 дәрежесі х болады екен. Өрнекті ықшамдадық.